Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы өлкетану айдары бойынша Жамбыл облысының табиғат ресурстарына шолуды ұсынады. Жамбыл облысы Қазақстан Республикасының оңтүстігінде орналасқан. Алматы, Түркістан, Қарағанды облыстарымен және Қырғызстанның Талас пен Шу облыстарымен көршілес болып табылады. Облыстың аты қазақ және кеңес ақыны Жамбыл Жабайұлының құрметіне қойылған. Жамбыл облысының территориясы Бетпақдаладан Тянь-Шаньға, Шудан Қаратауға дейін созылып жатыр. Жер аумағы 144,2 мың шаршы километр. Географиялық тұрғыдан облыс аумағы негізінен жазықтық, климаты едәуір құрғақ және континентальды. Облыстың айтарлықтай аумағын бетпақдала және мойынқұм алады. Тек оңтүстік-батыс, оңтүстік және оңтүстік-шығыс шеті таулармен шектелген. Рельефтің бұл ерекшелігі облыс климатына әртүрлілік ендіреді. Табиғи ландшафттардың флорасы мен фаунасы кең және әртүрлі. Облыста өсімдіктердің 3000-нан астам түрі бар. Аң аулайтын өңірдің жалпы алаңы 13,9 мың гектарды құрайды. Онда жануарлардың 40-тан астам түрі мекендейді. 27,8 мың гектар алаңды құрайтын балық шаруашылық қоры 74 су айдынынан тұрады. Оның ішінде 73 су айдыны балық шаруашылығына жарамды. Ірі бөгендерден тасөткел және теріс ащыбұлақ бар. Балық аулау кәсібінде ақмарқа, карп, сазан, көксерке, тыран балық, краль, торта балықтарын аулау кең таралған. Облыс аумағында 3 мемлекеттік табиғи қаумалы бар. Мемлекеттік қаумал Берікқара шатқалы 17,5 мың гектар алаңдалады. Онда қызыл кітапқа енген аса бағалы ағаш бұтасының және шөп өсімдігінің 50-ден астам түрін, ал жануарлардан арқарды, үнді жайрасын, жұмақ шыбыншыны кездестіруге болады. Жалпы алаңы 3,7 мың гектарды құрайтын мемлекеттік табиғи қаумал Қарақоңыз шатқалы. Зайлы Алатаудың батыс сілемінде орналасқан алма, шие, жүзім ағаштарының жемісті көшеттері үйеңкі орманның, бозқарағанның, тұт ағашының, түйе жаңғағының алаңдарымен ауыстырылады. Жалпы алаңы 1000 гектарды құрайтын Андасай мемлекеттік қаумалы Мойынқұм ауылынан батысқа Шу өзенінің жағасының бойында орналасқан. Өсімдік қабатында селеу шөбі, бетеге, қара сексеуіл, талдың ну бұтасы басым. Жануарлар әлемінде арқарлар, құландар, жайрандар, еліктер, қабандар мен қояндар, қырғауылдар және құрлар басым.